Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жусай қосылған жұмыртқамен бірге чеберекидің рецебін көрсетемін. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда осындай дайын әмбебап қамырдың рецебі бар. Сол рецепт бойынша дайындайтын боламыз. Жусайымызды алдын ала жуып, кішкене кептіріп аламыз да, видеода көрсетілгендей ұсақтау бөліктерге бөліп, яғни турап ыдысымызға салып орналастырамыз. Ендігі кезекте жұмыртқа, піскен жұмыртқаны мен 8 дана жұмыртқа қолдандым. Осылай ұсақтау бөліктерге бөліп аламыз да, жусайымыздың үстіне қосамыз. Енді осының үстіне татымына қарай тұз, қара бұрыш, саластарды жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Шетке қойып қоямыз да, қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды видеода көрсетілгендей бөлікке бөліп аламыз да, қолымыздың көмегімен домалақтап жайып, одан кейін кішкентай оқтаудың көмегімен жұқалап чеберекидің қамырын жаямыз. Одан кейін 1-1,5 ас қасықтай салманы салып, чеберекиді жасап шығамыз. Қолымызбен алдын ала қысамыз шеттерін, одан кейін жаңағы арнайы кесетін затпен кесіп, дайындап шығамыз. Міне осылай алдын ала қолымызбен шеттерін қысып аламыз, өйткені ашылып кетпеу үшін, видеода көрсетілгендей. Енді осылай кесіп шығамыз да, чеберекиімізді дайындап шығамыз. Негізі формасын кішкентай қылып жасасаңыздар да болады, немесе үлкендеу жасасаңыздар болады. Менде осындай орташа көлемде чеберекилар болып шығады. Ендігі екіншісін жасаймыз осылай. Жаямыз нанымызды, кішкене ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Енді осының үстіне салмамызды саламыз да, чеберекиімізді жауып, қайтадан жасап шығамыз. Майымызды мейлінше қыздырып аламыз. Қыздырып алған майдың үстіне чеберекиімізді орналастырамыз. Менде аса ірі емес болғандықтан, менде бірнеше чебереки сияды. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай салып, сарғайтып, немесе қызартып, кімге қалай ұнайды, солай қуырып аласыздар екі жақты.
Егер сіздерге осы рецепт бойынша ұнап жатса, чеберекейдің рецебі, онда астына пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.